Құрметті ағайындар, туысқандар, бауырлар, мына үлкен ағамыздың ешкім ойламаған жерден жаназасына келіп тұрмыз. Біріншіден өткендерімізді Құдай рахметін алсын. Өзі адамзат сондай, Құдай берсе қуанамызда, алып қойса жылап жатамыз. Енді Алла Тағалам өзі біледі ғой, кімге көп перзент беруді, кімнің қай уақытта жанын алуды, сол Алланың қалауымен дүниеге келіп, Алланың қалауымен кейде қоштасып, кейде қоштасамай өте береді екенбіз ғой. Енді бір кішкентай уақытымыз бар екен. Мына ағамыздың әпкесі мен қызы жолда келе жатыр екен, жақында қапты. Сол кісіні бір 10-15 минут күтсек деп жатыр. Соған қарап тұрғанша кішкентай шариғаттан әңгіме қылып тұрсақ деп жатырмыз. Жақында бір үлкен қариямыз ауырып жатыр деп естідім. Бір айдай жатып қалған екен. Мен оны кеш естіп қаппын. Біз енді көрші мынау Бәйдібек, Ордабасы, Түлкібас, Сайрам аудан жүре береміз ғой, бәрімен араласып. Сондай ауылдардың бірінде жаңа бір көптен танитын көкемнің барсам, кішкене неге болып қапты андай. Еттен түсіп қапты да. Сонда ассаламу-алейкум деп кіріп барып, мені көріп, әлгі ақсақал айтады, адам мына өмірде сыйласып өту керек екен ғой дейді да. Бұл кісі өз кезінде дастархан басында отырып шариғаттан айтайын десең, аузыңды тыйып, өзіміздің политиканы айтайық деп отыратын кісі еді. Кейін соңғы жылдары намазға түсіп, енді біреу сөйлеп жатса тыныш отыр, ана молда уағыз айтсын деп отыратын кісіге айналған еді да. Сөйтсем, ол кісінің бұрынғы мен туралы әңгіме айтып жүрген есіне түсіп кетті деймін. Болмайтын бір тауық кіріп кетті деп ұрысып қалып араласпайтын адамдар бар. Соны бабаларымыз айтады, қазақ айтады, бал арасы бал береді, шағатын ұмытпа дейді. Ит соңынан ереді, қабатын ұмытпа дейді. Асау атта көнеді, тебетін ұмытпа дейді. Адам бірақ келеді дейді, сөнетін ұмытпа дейді. Со бірақ келетін өмірде жыда бір елдің алдына түсіп кетпесек те, елмен бірге өмір сүрген жақсы екен. Жақында 56 жасар бір әйел кісі қайтыс болды. 2 ұлы қапты. Сол кісінің жаназасына қатыспайтын ба. Сонда сол жердегі адамдар айтады, 56 жасына дейін анау 2 баласын жалғыз өзі асырап қана қоймастан мешіт сап берген екен. Ағайындарын басын қосқан екен. Намазын үзбеген екен. 4 рет қажылыққа барып келген екен. Балдарының намазын, Құранын үйретіп кеткен кісі екен. Сонда ол 56 жасында намазына да, Құранына да, қажылығына да, ағайынға да, жұмысқа да, балаға да, көршіге де, Құдайға да уақытын реттеген ғой, үлгерген ғой, бәрін жасап үлгерген ғой. Міне сондай кісілерді көріп таңғаласың. Енді ол әйел кісілердің онсыз да жұмысы көп қой, бірақ сөйтіп жүріп, менмін деген еркектер істей алмайтын тірліктер істеп жатқан аналарымыз бар. Әйел кісілер бар. Тағы бір мәселе айта кетейін. Бұл жерден тек жігіттер тұр ғой. Бірақ бұл әңгімеміз негіз әйелдерге арналған еді. Мүмкін үйге барып бәйбішелеріңізге айтып берерсіздер. Бұрынғы уақытта сұрақ қойайын деп тұрмын. Бұрынғы уақытта елді қорғаған ерлердің, батырлардың, ел үшін туып, ары-бері шапқылайтын билердің, сұлтандардың астына мінген аттарын кім баптаған? Кім баптаған? Ат қосшысы ма, баласы ма, бауыры ма? Әйелі. Әйелі баптаған. Әйел кісі баптаған атты. Ана Қобыландының жырында Құртқаның мынандай сөздері бар екен. Бір жылқылардың, біреудің жылқыларының ішінен бір құлынды көріп, Қобыландыға отағасы, мені сатсаңыз да, мына құлынды алыңызшы деген екен. Сізге бір жараса осы ат болып жарайды ертең деп айтқан екен. Сол кездегі әйелдердің барлығы емес, ер азаматтардың елді қорғаған, батырлардың, сұлтандардың да қатыны өз сияқты кісі болғанда, нағып біздікі дұрыс емес десек, өзімізге ұқсаған екен ғой сол. Сол кездегі батырлардың қатындары тұрмысқа шықпай тұрып, атты қалай баптау керек? Ана туылған құлынның өзі ертең ат болуға жарай ма, жарамай ма, соны білетін болған. Не үшін десе, оның жалғыз күйеуі жауды қуса жете алатындай. Елдің басына күн туғанда, сол ер азаматын жерге тастамайтын ат баптау екен ғой. Ана ат үйіне аман есен алып келу керек екен ғой ер азамат. Түсіндіріп айтамай жатыр мен, жеткізіп. Түсінікті түсін. Түсініп жатсыздар ғой, әйелдің міндеті өзінің ер азаматының аман есен жүруі, үйге аман есен келуі,
Kez kelgen jerde sonu Kazak aytat. Mına ardındagılarga esilsin dep aykalap atırmız ya. Sonda aytat, Kazak aytat. Bak sizlerge esilip atırma? Atın jaman bolsa dirmaning ketet deydi. Katıning jaman bolsa konaging ketet deydi. Balang jaman bolsa jiyganing ketet deydi. Özüň jaman bolsaň ne ketet deydi? İmanın ketet deydi. Bizning babalarımızdan söz artılgan ba? Bizge bir жаңа қоғам құру емес bizge. Bir жаңадан bir salt, Қазақтың салтын құрудың қажеті жоқ. Тек қана бабаларымыздың салтын жаңғыртсақ болды. Өткен аталарымыз бен апаларымыздың еңбектерін халыққа жариялап отыратын болсақ, үлкені бар, кішісі бар. Сонда Құда қаласа бізден жаман ұрпақ шықпайды. Жаман ұрпақ шықпайды Құда қаласа. Енді мына біздің ауылда мен барлық жерде айтып жатырмын. Bir әшейін мысал айтып жатырмын. Барлық ауылда жақсы әйелдер де, жақсы еркектер де бар, Құдайға шүкір. Ауылын жарқыратып отыр ғой, мешіттерін жарқыратып отыр, көшесін жарқыратып жатыр. Балалар несін істеп беріп жатыр, әйтеуір. Мынау Чечняда, Чечняның қасын тағы соған жақын, Дағыстандардың бәр балдардың бәр спортсмен. Bizkilerдің көбісі спортсмен ғой. Темекі шегет. Бұл темекі шегу деген бір өте бір ұлағаттылықты білдіре ма, білмеймін енді. Бол толғандықты білдіре ма, темекі шегу. Көшеде бит тұрушы бір нені білдіреді өзі бұл? Көргенді, тәрбиелі, атасына бір рахмет айтысатын нәрсе ма ол? Оларда қарасаң балдардың бәр спортсмен. Сөйтсек Шешенстан мен Дағыстанда болғандар бар шығар. Мәшіне алып сатып жүргенде көрген шығар. Әр көшенің бұрыштарында ана балдардың ететін анау. Тартылатын турнигімен Брусия дейміз, соның бәрін әр көшенің қиылысына жасап қойған үлкендері. Бос тұрмайды. Бірақ екеуің екі түрлі да. Өзбек ағайындардың тойына барсаң, кішкентай балдарын спортпен жарыстырып, рахаттанып, мәз болып қарап отырады. Телефон тігіп, велосипед тігіп. Балдар аны турникке тартудан 200 рет гир көтеруден жарысып. Біздікілер қатымен қалай билеу керек екенін үйретіп жатыр біздің тойларда. Кімнің қатымен билеген жақсы екенін үйретіп жатыр біздікілер әлі. Әлі есіміз жинай алмайтырмыз ғой. Міне тура сол сияқты ағайындар, барлық ауылда жақсы жігіттер бар. Барлық ауылда жақсы әйелдер де бар. Біздің ауылда бір жігіт, мына біздің Дулати көшесінің басында бір көкөніс базар бар еді ғой, қазір жабылып қапты ғой. Сол жерде адамдардың заттары үйіне тасып беретін, магазиніне тасып беретін не болып істеген қандай? Машинасымен. Такси болып жұмыс істеген ғой, іші анау машинасы ұзындау да. Енді оның ішіне картошка де салады, капуста да салады да. Бірақ таңертең дейді, таң намазын оқып болып, шайын ішіп болып, машинаға отырсам, машинам тап-таза тұрады дейді да. Намаз оқитын менің бір інішегім айтады да ауылда. Әйелім дейді, мен шай ішіп болғанша машинаны тазалап қойған дейді. Ой, мына күннің суығында неге батсын десем дейді. Сіз осы көлікпен біздің отбасымызды асырап отырсыз ғой дейді. Мына таза болу керек қой бұл дейді да. Тазалық бар жерде не болады дейді? Береке бар дейді да. Міне осындай жастар өсіп келе жатыр ағайындар. Соған кішкене мынау жас үлкендер де, жас үлкен дегенім 40-тан асқандар. Кішкене есімізді жинап, елмен бірге болсақ, елдің мәселесіне аралассақ, бір әкімге салып қойып, бір биге салып қойып, бір молдаға салып қойып, біреудің баласы уахабист болып кетсе, молда не қарап отыр, свет жанбай қалса, әкім не қарап отыр, түнде қаңған баласына участковый не қарап жүр, жұмыс істемейді бұл деп, ана оқымайтын мектептегі баласына кім кінәлі? Рахат әйтеуір кінәлі адамдар жетеді, бірақ мен кінәлі емеспін, Құдайға шүкір, менде кінә жоқ. Кінәлі аналар, анау. Мен емеспін, менде Құдайға шүкір. Вообще кінә жоқ қой менде ше. Қазір сондай қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Мына бір мәселені көп ауылда қозғадым, тағы айта салайын, білім саласын айта салайын. Мына Торғайдың даласында білім берген Ыбырай мектеп салып алып, байлардың берген ақшасымен, басқалардың берген ақшасына мектеп салған. Біздікінде емес қой әрине енді. Сол заманға лайықты мектеп салған. Сөйтіп балдарды оқытқан кезде жасы нешеде болған Ыбырайдың? 20 жасында балдар оқытқан, қатынамай жатып, өзіне үй салмай жатып. Сонда 20 жасында Ыбырай қазақтың баласын оқытуға кіріскенде айтқан екен. Мен қазақтың балдарын оқытуға кіріскенде аш қасқырдың қойға шапқандай кірістім деген сөз бар. 20 жасында. Ал енді соның шәкірттері кімдер екен білесіздер ма? Әшейін бір кішкентай мектеп, центральный отопление жоқ, біздікіндей свет, компьютер жоқ. Сол мектепте оқып шыққан балдардың кім екен білесіздер ма? Алихан, Міржақып,
Mağjan, Ahmet tanıysыздар ма осы жігіттерді? Bir мұғалімнің жасаған еңбегімен бүкіл Қазақстанның территориясын белгілейміз, шекарасын. Тәуелсіздік құрамыз деп шыққан Алихандар оқыған соның қолында. Бар ма қазір Алихандар, Ыбырайлар бар ма қазір? Мектебіміздің нашар болатымен неғып шықпай жатыр Ыбырай мен Абайлар. Сөйтсек, қазір Ыбырай мен Абайлардың шықпай жатқанына кім кінәлі екен? Кім кінәлі? Рахат, айту біреу жібере салайық ана кім деп. Кімді айтасызақ болады? Ана. Мен де бірінші мен мұғалімдерден көрдім. Мен зерттеп атым осыны. Мен де мұғалімден көрдім. Сөйтсем мұғалімден емес екен кінә. Атана екен. Атана баласын мұғалімдік оқуға жіберіп атқан кезде не деп айтады? Алдына қандай мақсат қойып береді? Балам, ана мұғалімді оқып ал, ауылда тұрғанда өлмейсің аштан. Әйтеуір бір бәле күнін көріп кетесің. Сол мұғалімді оқып ал деп береді екен ғой байғұсты. Анау сосын күн көру үшін оқиды екен ғой. Сосын жұмыс істеп атқанда жұмыстан шығып кетпейтін әйтеуір жолдар іздеп жүреді екен да ол. Ал Ыбырай сияқты алдына мақсат қойып бергенде ғой ата-анасы. Балам, сен мұғалімдік оқуды таңдап тұрсың. Елдің, халықтың баласы 11 жыл білім алу аманатын кім мойнына арқалайын деп тұр? Мұғалім мойнына арқалайын деп тұр. Сен мұғалімсің болашақ. Елдің баласының білімін, енді жұрттың мектеп бітірген 11 класс бітірген баласы дұрыс оқымай шықса, қайтадан 11 мектепке бересіздер ме? Қайтадан бересіздер ме? Соны қайтадан берілмеу үшін, уақыты дұрыс болу үшін ана аманатқа қиянат қылмай, сен оқытқан кезде ертең елге қызмет қылатын балдар шығаруың керексің ғой сен. Деп барып, ана оқуға түсірген кезде қазір Ыбырайдың қаншауы, Абайдың қаншауы өмір сүріп жататын еді. Қатынға сөзіміз өтпей жатыр ғой қазір. Қатынға сөзіміз өтпей жатыр ғой. Шындап келгенде мен 100% деп атқан жоқпын. 60-70% десем өтірік бар рас па? Көп айттым ба, аз айттым ба? Аз айттыңыз. Ағайындар, есімізді жинайық. Біреу өліп қалса, өлді болды емес. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, ана қабірдің тыныш тұрған сіздерді алдап қоймасын дейді. Тып тыныш тұрған сіздерді алдап қоймасын. Бұл қабірдің біреулерге кейбіріне дейді, жәннаттың бағы дейді, а кейбіріне тозақтың бір шоңқыры деп айтып кеткен пайғамбар. Сол бір келген өмірде дұрыс өмір сүр. Дәрігерлікке оқытуға жіберіп жатыр ма? Айналайын балам, сен дәрігерлікті мойныңа алып тұрсың. Ертең алдыңа дені сау адам келмейді. Алдыңа жаны қиналған адам келеді. Жылы сөйле. Аны шын ниетіңмен емде, шын ниетіңмен кіріс, Құдайдан жәрдем сұрап отыр. Рахметін ал балам, ризығын Құдай өз береді. Деп айтып барып оқуға жіберіп ата-ана бар ма? Бір дәрігерлер шынымен қызмет қылып жатыр, рахмет, атасына рахмет. А кейбірін ақша бермесең қарамайды. Мемлекеттен айлық ала отырып, ақша бермесең қарамайтын дәрігерлер бар ма жоқ па? Бар. Бар ғой ондайлар. А шынымен ана мемлекеттен айлық алмаса да барын мен жүгіріп жүріп қызмет қылып қарайтын қанша дәрігерлеріміз бар. Атасына рахмет. Міне мына Николаевкеде сондай өмірін өткізіп, дәрігер болған апайға ауыл жиналып қажылыққа жіберді. Кеше келді сол апайымыз. Оның баласы айтады, маған хабарласып отырды, аға қашан барса анамды салып жіберейін деп, баласы өзі дайындалып жүрген ғой. Сөйтсе ауылдың адамдары айтты, мына ауылға еңбек қылған бір кісіні жіберейік деген кезде бәрінің аузына ана апай еске түскен ғой. Түннің ортасында 90-ға келген адамның системасын құйып, түннің ортасында қиналып жатқан адамға барып қараған ғой. Мен алтыда жұмысым бітті демеген ғой ол. Міне атасына рахмет. Сондықтан қазіргі жастардың дұрыс емес бағытта жүргендері болатын болса, ата-ана кінәлі. Ата-ана біз кінәліміз, біз дегенді үйренуіміз керекпіз. Мен кінәлімі дегенді үйренуіміз керек. Біз түгілі Құнанбайдың баласы Абай айтқан. Бойдағы мінді санасам, өзін айтып жатыр. Бойдағы мінді санасам, тау тасынан аз емес. Жүрегіме қарасам, ине дейді таз емес дейді. Аршып алып тастайтын апандағы саз емес. Бәрі болды өзімнен, Құдайым саған наз емес деп, Абай өзін кінәлап кеткен. Халыққа дұрыс насихат айтамадық-ау, жеткізе алмадық-ау, түсіндіре алмадық-ау, оқыта алмадық-ау деп өзін кінәлап кеткен. Бізде Құдайға шүкір, мен кінәлі емеспін әйтеуір. Кінәлілер жүр аяқта. Нұрболат деген имам бар Ақбастауда. Бәйдібек ауданында Ақбастау деген ауыл бар. Бұрын орысшасы Глинкова. Сол ауылдың имам Нұрболат деген имам. Бір сол ауылда бір бай кісі Құдай тамақ беріпті. Құдай тамақтан шыққаннан кейін Молдеке, сіз уағыз айттыңыз, тамақ жей алмадыңыз, үйде бала шағамен жеңіз деп
bir paketке ana mынау дәмді керек әдемі нәрселерді салып берген ғой. Сөйтіп мешітке келіп намаз оқып алдым дейді. Сөйтіп қайтып шықсам машинам алды дәу пакет тұр дейді. Анау жерде мына көшенің ана жерасында ер азаматы қайтыс болып, кішкентай балдармен қалған бір әйел бар еді. Қой сол үйге апарып берейін деп пакетті сол үйге апарып бердім дейді. Бұл не деп сұрады? Молдеке бұл не деп сұрады дейді. Ана бүгін пәленше Құдай ас беріп еді. Сіздің үйге бер жет деп айттым дейді. Сонда анау жесір әйел, о Алла, о кісілер бізді ойлайды екен ғой, а? Алла разы болсын. Өмір жастары ұзақ болсын. Ниеті қабыл болсын деп қалды. Біз Құдай тамаққа кімді шақырамыз? Ораза ұстамайтындар шақырамыз ғой біз Құдай тамаққа. Осылар аштан өліп қалмасыншы деп шақыратын адамда примерно біліп тұрған шығарсыздар кімді шақыратынымыз, Біз жастарға айтып жатырмыз. Мен шәкірттеріме айтып жатырмын. Той істейсің ба? Bir stolыңды төрден, bir столың 7-ші сырға арнап қойшы. Bir столың ең болмағанда. Осыны істеп жатыр біздің жігіттеріміз. Ал не болады екен ал? Той істеп жатсыз. Bir столың 7-ші сырға арнадыңыз. Не болады десеңіз? Алланың рахмы түседі ана жерге. Алланың рахмы түседі. Дұғалар қабыл болады ана жерде. А біз әлі арақтан көз ашамай жатырмыз ғой, өйткені сауатымыз жоғары ғой біздің. Ұятымыз күшті, арақ қоймасаң ұят, ана алкаш айтады ертең. Менікінде ішіп еді, енді бүгін бермей жатыр бізге де. Бірақ ұяты алкаштардың алдында ғана да, айтсам қанша қарыз бар ғой, бермей қашып жүрген. Ұяты болса беріп құтылмай ма содан? Міне сондай сана сезімде өмір сүріп жатырмыз. Сөзімнің соңында айтарым. Сұрақ қойғым келіп жатыр. Биыл қыста қар жауды ма, жақсылап жаумады ма? Барлық ауылда сұрақ келіп жатыр. Барлық ауыл айтып жатыр. Биыл қыста қар жаумады дейді. Кім кінәлі? Кім кінәлі? Жақында көшеде трассада кетіп бара жатсам, бір апа қол көтеріп тоқтап алып кеттім. Сөйтсем, менің түріме қарады да, биыл қыста қар жаумады ғой дейді, маған айтады. Мен түсінбей қалдым, мен сол қар жаудыратын мекемеде істейді деп ойладым ма? Мен білмедім, не үшін бірден сондай әңгіме айтқанын мен білмедім. Сосын мен оған бірден о кісіге мынандай сұрақ қойдым. Қыстай Құдайдан қар сұрап бердіңіз дедім, жоқ деді. Онда несіне әңгіме қыласыз дедім. Енді сұрақ, намаз оқитын жігіттер, намаз оқитын ақсақалдар, қайсыңыз қыстай, я Раббына елді аман қыл, әр күні жұртымызға тыныштық бер, мына көктен нұрыңды жаудыр, халықты тойындыр, малды тойындыр деп кім сұрады? Күніге қыстай қарды кім сұрады? Ешкім сұраған жоқ қой, немеге кімге өкпелеп тұрмыз біз? Кімге өкпелеп тұрмыз? Құдай сұрасаң бермей ма Құдай? Береді ғой сұрасақ, біз сұрамай күйдіріп жатырмыз ғой біз. Оның орнына ана кімнің қанша қойы бар екен мен точно білемін ғой бірақ. Соны әсіресе үлкендер болып, әсіресе мына намазхандар, соны неге батамызға қоспасқа әр күнге? Бола ма болмай ма мысалға да? Болады ғой. Ана жастар естімегеннен кейін бұрынғы уақытта Құнанбайдың мынау заманында орталықта Жаңғұтты шешен деген кісі болған екен. Олар кездесіп тұрған ғой бәрі бір-бір марласып. Сонда Жаңғұтты мен Құнанбай кездескенде Жаңғұтты жасы үлкендеу екен, бүйтіп айтады екен. Құнанбай сен жақсысың деп айтады екен. Сөйтсе Құнанбай айтады екен, жоқ, мен емес, сіз жақсысыз деп айтады екен. Сонда Жаңғұтты туралы бірдеңе айтқысы келсе, Құнанбай жақсы Жәкем деп сөйлейді екен. Жақсы Жәкем деп айтады екен. Мен бала кезде 96 жылы ауылда найып имам болып бастаған кезде, сол кезде үлкен қариялар келгенде Жәкем келді. Жәкем жоғары шығарыңдар деп, өзіне үлкендер Жәкем деп сөйлейтін. Қазір айтып отқандар бар ма сол сөзді? Братан келді дейміз, не дейміз? Жақсы Жәкем деген жақсы ма сол сөз? Керемет қой адамға, қалай рақат жақсы әдем тиеді. Неге сондай сөздерді қайтадан қолданысқа кіргізбеске? Қазақша сөздерімізді мысалы. Жоқ, Жәке емес, Жәкем. Ол ана ағамның ненің орнына жүреді екен ғана. Ол Жәкем деген көрінген адам айта бермейді. Жасы үлкен, жақын ақсақал сияқты кісілерге Жәкем деп айтсам көкемдерге соған әдемі жарасады. Айтамыз ғой жаңағы Жәкем. Онда қайтып айтпай қоймыз. Ондай кісілерге айтпай қойсаңыз. Бірақ мен әшін бір шетін айтып жатырмын ғой ағайындар. Алла разы болсын, көп сөйлеп қойсақ кешіріп қойыңыздар. Ел болайық, балдарымызға дұрыс тәрбие берейік. Бүгін біздің ауылда үлкен Құдай ас болды. Сол жерде айттым. Мектеп оқып жатқан оқушылар балдарымыздың телефонын қарап тұрайықшы. Не болып жатқанын көріп тұрайықшы. Онлайн оқып жатыр деп
қарап атқан жоқпыз ғой көке. Бәріміз әперіп қойдық та қолына. Не қылып атқан қарап атқан жоқпыз ғой. Соны қарап қояқшы бәріміз. Ана оқитын балдардың несіне, телефондарына. Алла разы болсын.